Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бір жасағынан шығатын, өте дәмді болып шығатын майонезсіз салат жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен каналымды қолдап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Және де видео қызық болса, видеоны өткізбей, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ал ендеше бастаймыз, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен табаға майымызды құйып, майды қыздырып, оның үстіне алдын ала турап алған етті салып, жақсылап қуырып аламыз. 3-4 минут қуырғаннан соң үстіне тұз бұрышын саламыз. Бұл жерде тұз, қара бұрыш және паприка үшеуіне бірдей салып, жақсылап араластырып қуырып жібереміз. Сосын үстінен соевый соус құямыз. Бұл жерде 2 ас қасық соевый соус. Үстіне құйып, тағы да араластырып, кішкене қуырып жібереміз. Сосын үстіне 1 бокал су құйып, астына жай отқа қойып, 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Келесі салаттың ішіне қосатын көкөністерді турап аламыз. Огурцты көріп тұрғандарыңыздай, ұзынша етіп, барлығына бір келгетіп турап аламыз. Міне барлық огурцты турап алдық. Енді оның үстіне 3-4 тіс майдалап турап алған чеснокты салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді бір шетке бетін жауып, алып қоямыз. Келесі помидорды да көріп тұрғандарыңыздай басын алып тастап, ортасындағы жұмсақ жерін алып тастаймыз. Егер алмасақ, суы шығып, езіліп кетеді. Сондықтан ортасындағы осындай помидордың жұмсақ жерін барлығын алып тастаймыз. Міне барлығын алып тастадық. Енді помидорды барлығыны ұзынша етіп турап аламыз. Келесі бізде пияз, орташа үлкендікте бір пиязды осындай жіңішке ұзынша етіп, видеодағыдай етіп турап аламыз. Егер пиязды ұнатпасаңыз, пиязды салмасаңыз да болады. Міне барлық пиязды турап алдық. Енді бізде укропты да орташа көлемде турап аламыз. Міне барлық укропты турап алдық. Енді турап алған көкөністердің барлығына салып, жаңа пісіріп алған етті үстіне саламыз. Оның артынан жарты банка осындай жүгерін саламыз. Барлығына салып, жақсылап, жай араластырып аламыз. Міне салатымызды дайын болды. Көріп тұрғандарыңызда тез-ақ дайын болды. Жасалу жолы да өте оңай. Түсі де өте әдемі болып шықты. Дәмі деген керемет. Өзіме, отбасымдағыларға өте ұнады. Әсіресе мясной ащы салатты ұнататындарға таптырмас салат екен. Сіз де жасап көріңіз. Осы рецептпен сізге де ұнары сөзсіз. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде жаза кетіңіз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.